Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен құйрық май тұздайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға құйрық майды, үстіне лаваш жапырағы, қара бұрыш, тұз және де салқын су құйып, жарты сағат 40 минут көлемінде баяу отта пісіріп аламыз. Пісіріп алған құйрық майларды міндетті түрде суытып аласыздар. Суығаннан кейін барып осылай бөліп шығасыздар. Құйрық майды тұздауға бізге қажет болады қызыл тәтті бұрыш, ащы бұрыш, чеснок және де тұз. Осылай құйрық майларды бөліп алғаннан кейін қажетті заттарды араластырып біркелкі массаға келтіріп аласыздар. Құйрық майлардың барлық жағына теңдей етіп осылай жағып шығасыздар. Мен мұнда қызыл паприканы, тәтті бұрышты көбірек қолдандым. Құйрық майлардың түсі әдемі, біркелкі барлық жағына теңдей етіп жағылу үшін көбірек салған болатынмын. Осылай барлық жеріне теңдей етіп жағып шыққаннан кейін барлығын бөлек-бөлек пакеттерге салып, осылай орап, холодильникке бір түнге немесе морозильникке 2 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Ара-арада таңғы асқа жесеңіздер өте пайдалы. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей құйрық майлар дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын.